Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет дәмді болып шығатын құймақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Яғни оладьи деп айтылады. Өте дәмді шығады, міне бөліп көрсетіп жатырмын. Арасының бәрі осындай толықтай пісіп, өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, үйде балалар болса, таласып тұрып жеп қоятын болады. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, барлығын түсінікті етіп ретімен көрсеттім. Оладьилердің ең жақсы рецептісі осы. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Мен 2 есеге ұлғайтып 4 жұмыртқа қосып жатырмын. Шекерімізді де 4 қасық саламыз. Мен ұлғайтып көбірек жасап жатырмын, сондықтан көп салып жатырмын. Айранымыз бөлме температурасында немесе тоңазытқышта болса, оны жылытып жіберіңіздер, газге қойып жылытып жіберіңіздер. Жылы күйінде қоссаңыздар, оладьилеріміз, құймақтарымыз ісініп шығатын болады. Ұнымызды қосамыз, берілген мөлшер бойынша жасаңыздар, сонда міндетті түрде шығады. Сосын содамызды, ас содамызды қосып жібереміз. Барлығын берілген құрам бойынша, рецепт бойынша жасайсыздар, сонда жақсы шығады. Массамыз осындай болып шығу керек. Тым сұйық емес, тым қою емес, орташа массада осылай шығу керек. Қарап тұрсаңыздар, көп те зат қосылмайды, өте оңай жасалынады. Міне, енді осыны сәлге 10 минуттай уақытқа қойып қоямыз да, сковородкамызды, табағымызды пісіретін қыздырып, жай отта пісіріп шығатын боламыз. Тым қатты емес, тым баяу емес, орташалаудың баяуына қойып пісіресіздер. Өйткені тым қатты пісіріп қойсаңыздар, ортасы толықтай піспей қалуы мүмкін, сондықтан сәл баяу отта пісіресіздер. Барлығын осылай салып алып, екі бетіне қарат пісіре бересіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Каналымда үнемі апта сайын жаңа рецепттер шығып отырады. Каналымнан тағы кіріп көрсеңіздер, көптеген рецептлерді таба аласыздар. Сатылымда жүрген хит торттар, пирожныйлар, дәмді тағамдар, күнделікті бір сарынды тағамдарды жасаудан жалықсаңыздар, менің каналымда әртүрлі тағамдарды көре аласыздар. Сол жерге кіріп көріп, жасап көрсеңіздер болады. Және қазақша контентті қолдай жүруді ұмытпаңыздар. Біздің оладьилеріміз пісіп те қалды. Осылай пышный болып шығады. Және де менің инстаграм аккаунтыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Мен сіздерде сол жерде жаңадан шығып отқан рецепттердің барлығын хабарлап көрсетіп отырамын, рецепттерде салып отырамын. Міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Міне экранда көрсетіліп тұр. Астына описаниеге қалдырып қоям. Ссылка арқылы өтіп, қолдап қойсаңыздар да, тіркеліп қойсаңыздар да болады. Рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге сіздермен болған Айткүл.